үй жанында дөң болса, ерттеулі тұрған атпен тең, ауылымыздағы қария жазулы тұрған хатпен тең деген еді дана халқымыз. Расымен де дәйім сөздің нарқын, адамның парқын айырып, тайып бара жатқанға таяныш, сүрініп кеткенге сүйеніш бола білетін ақыл кені біздің қазына қарияларымыз. Қоғамның ақылшысы қариялар отбасының құты ғана емес, береке бірліктің дәнекері, алтын ұясының жарығы мен жылуына айналып, ұрпағының тал бойына ана тілінің уызын дарытып, діні мен діліне адал болуға баулып, ұлтымыздың асыл қасиетін, әдет-ғұрпын, салты мен санасын үйрете білетін ардақты ақылшыларымыз. Халқымызда қария ағып жатқан дария деген қанатты сөз қалған. Теңіздің тұнығы мен тереңдігі қандай болса, қарияларымыздың да білетіні сондай терең. Ендеше осы қарияларымыздың төл мерекесі қарсаңында қаламыздағы ұзақ өмір сүру орталығындағы қарт оқырмандарымыздың хал жағдайын сұрап, кітап пен өмір жолы жайлы ойларын бірге білетін боламыз. Мерекелеріңізбен келе жатқан жалпы өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен Аубакиров Түркбай Қапсауылы, қалалық ардагерлер ұйымының төрағасы болып жұмыс істеймін. Енді біріншіден бізбен үнемі тығыз байланыста облыстық әдебиет кітапхананың ұжымына алғыс сезімімізді білдіреміз. Мен Шайын Патабай Қаратал қаласының тұрғынымын. Осы белсенді өмір сүру орталығында бильярд үйірмесін жүргіземін. Бұл орталық ашылғалы қарияларға үлкен керемет, жақсы көңіл көтеретін, өздерінің уақыттарын тиімді түсетін жақсы орталыққа айналды. Қазір жүзден аса қария келіп осында өздерінің бос уақыттарын өткізеді. Мынау екінші кітапханасының алып кетіп беріп жатқан қаншама кітап, газет журналдары бар. Осыларды оқып танысады. Тағы да басқа барлық жаңалықтар туралы жерден алып тұрады. Жалпы қариялардың уақыт өткізуіне жақсы не жасалған. Ол үшін әкімшілікке үлкен рахмат. Жақсы көңіл бөліп отырған қариясы бар елдің қардасы бар дейді ғой. Қарияларға бөліп отырған көңілі үлкен керемет. Мен Жексенбай Әбдіраға, осы Арқалық қаласының тұрғынымын. Осы алдыңғы жеңістерде жасқа шыққаннан бері осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығында мүшемін. Осы жерде шахмат үйірмесі, бильярд үйірмесі, теннис үйірмесі, дой үйірмесіне қатысамын. Шаңырағым биік гүл өргем, ұрпағыма айтар мақтаным, сендермен тірі салтқаным, алдымда дәйім жүріңдер, қазығым алтын қарттарым. Құрметті ардақты қариялар, сіздерді молшылықты күз мезгіліме ілесе жеткен 1 қазан қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, ортамызда ұрпақтарыңыздың қызық қуанышын, жеткен жетістіктер мен табысының куәсі болып, ұзақ та бақуатты өмір сүрулеріңізді тілейміз.